Күндік. Қазақ аналарының бас киім түрлері өте көп. Соның бірі күндік деп аталады. Кимешектің үстінен оралатын, ұзындығы 26 метрге жететін ақ жаулық, күндіктің аты айтып тұрғандай, маңдайға қарай 3 бұрышталып түсіріліп оралып, күннен қорғаныш қызметін атқарған. Ата-бабамыз, асыл аналарымыз шариғат заңын өте сауатты біліп, екі дүниені тең ұстаған. Өмір, өлім, хақ. Ақырет киімі кебінді ер азаматтарымыз бастарына сәлде етіп ораса, аналарымыз күндік қылып тартқан. Тұрмыстық салт дәстүрдің барлығы аналарымыздың қолынан өткен. Көші-қон кезінде, яғни жолда, келін-кепшік босанып қалған жағдайда, шыр етіп дүниеге келген сәбиді күндіктің шетінен жыртып алып ораған. Барымта және басқа да оқыс жағдайларда күндікті пайдаланған. Міне, көз алдарыңызда қазақ аналары, дәстүрге жол, республикалық қоғамдық бірлестік аналары 26 метр ақтық күндікті ардақты ұлағатты анамыз Гүлдариға апайымыздың басына орауда. Бұл Көлсай көліне саяхат сапарындағы ғибратты ісіміз. Күндік бұлай оралмайды дегендерге айтарымыз, әр өлкенің маусымдық өзгерістеріне байланысты күндік орау әдісі де әр түрлі болады деп жауап береміз. Күндік бұл біздің асыл аяулы аналарымыздан қалған жәдігер.